Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Мен бүгін сіздермен осы орешканың рецептісімен бөлісетін боламын. Оның рецептісін описанияға қалдырып кетемін. Неге орешкаларымыз өте жұмсақ болып шыққан. Оны жасау үшін біз жұмыртқамызға қант қосамыз, жақсылап араластырамыз. Енді сүт құямыз. Және де сұйық май құямыз. Араластырамыз. Енді ұн қосамыз. Және де сода қосып, жақсылап араластырамыз. Осылай ұн салып араластырамыз. Енді оған сары красителімізді қосамыз. Енді осылай ұн салып, қолмен қамыр илейміз. Қамырымыз дайын, енді тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Осылай бөлек ыдысымызды жақсылап майлап, осы орешкамыздың қамырын жайып дөңгелек етіп жаямыз. Осылай кесіп алып, осылай дөңгелетеміз. Мінекей, орешкаларымызды осылай дайындаймыз. Біздің қамырларымыз дайын болды. Мінекей, менде осылай 2 ыдысқа шықты жаңағы қамырлардың бәрі. Енді осы орешка пісіретін табағымызды жақсылап қыздырып, оған май жағамыз. Және де жаңағы қамырларымызды салатын боламыз. Орешкаларымыз дайын болды біздің. Енді оны осылай бөлек ыдысқа саламыз. Неге келесі қамырымызды саламыз. Келесі қамыр салған кезде орешка табамызды майлаудың керегі жоқ. Орешкаларымыз дайын болды. Неге дайын. Егер видео ұнаса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Біздің орешкаларымыз өте жұмсақ болып шыққан.